Саламатсыздар ма? Дүниетану сабағын бастаймыз. Адам өміріне климаттың әсері қандай? Сен климаттың адам өміріне әсерін білесің. Сен климаттың адам өміріне тигізетін әсерін зерделеуді үйренесің. Климат дегеніміз не? Климат белгілі бір жердегі ауа райының ұзақ жылдан бері қалыптасқан тұрақты жағдайы. Жер бетінде негізгі климаттық белдеулер бар. Полярлық, қоңыржай, экваторлық, тропиктік белдеулер. Климат гректің клима көлбеу деген сөзінен шыққан. Климат күн сәулесінің жер бетіне көлбеу түсуіне байланысты қалыптасады. Көлбеу түсетін сәулелерге қарағанда тік түсетін сәулелер ыстығырақ болады. Экваторға жақындаған сайын күн сәулесінің жер бетіне түсу бұрышы ұлғаятындықтан ауа температурасы да жоғарылай береді. Алғашқы адамдар өмір сүрген кезде климат жылы болған. Адамдар сан алуан жеміс-жидек өсетін ағаштар мен жан-жануарларға қорек еткен. Ол кезде адамға жылы киім, баспана қажет болмаған. Алайда шамамен 100 000 жыл бұрын мұз басу дәуірі басталған. Солтүстіктен жылжыған алып мұз қабаты бүкіл жер бетін жапқан. Мұз басу дәуірі адам баласын суықтан қорғануға, азық тауып жеуге үйретті. Шамамен 13 000 жыл бұрын алып мұз қабаты еріген. Адамдар сол табиғи ортадағы өзгерістерге бейімделіп өмір сүре бастады. Су ерігеннен кейін олар қайықты ойлап тапты. Одан кейін жан-жануарларды аулау үшін садақты ойлап тапты. Жергілікті тұрғындарға климат қалай әсер етті? Осыдан шамамен 3000 жылдай бұрын ұлы даланың климаты өзгеріп, құрғақшылық орнаған. Жауын-шашын азайып, күн ысыған. Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыздың қандай шаруашылық түрімен айналысқанын есіңе түсір. Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыз қыстың мезгілінде қыстауға, жазда жайлауға көшіп өмір сүрген екен. Қазіргі адамдардың тіршілігіне климаттың тигізетін әсері ерте кездегідей аса қауіпті емес. Дегенмен, адамның өмірі көп жағдайда ауа райына, климатқа тәуелді. Климаттың өзгеруі көлік қатынасына, туризмге, құрылыс саласына және күнделікті тұрмыс-тіршілікке әсер етеді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы, яғни өсімдік, егін шаруашылығы және мал шаруашылығына климаттың тигізетін әсері зор.